Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өз анамның 65 жастық мерейтойына арнап өз қолыммен жасаған бупипай тортының рецептімен бөлісемін. Алдымен сары май мен шоколадты ыдысымызға салып, су ваннасында ерітіп аламыз. Қажетті мәліметтерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ары қарай қоспаларды дайындауға кірісеміз. 4 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып салып аламыз. Қазақша контенттің дамуына қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп подписка жасауды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаларды жарып салып болған соң, үстіне шекерімізді салып, миксерімізбен жұмыртқа мен шекер еріп, біртекті болғанша жақсылап араластыру керек. Қоспамыз әбден көпіршіп, ағарғанша миксермен жақсылап араластыра береміз. Шоколад пен сары майымызды күйіп кетпеу үшін арасында араласып қоюды ұмытпаңыздар. Қоспаның түрі осындай болады. Үстіне еріген шоколадымызды 3-4 секунд суытып құямыз. Тез құйып араластырмасаңыз, шоколад жұмыртқа пісіп қалады ыстық шоколадпен. Бупипай тортын жасау аса қатты қиыншылық туындатпайды. Жасауы өте оңай. Шоколад пен қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнның үстіне қопсытқышты және какаоны салып, осы жерде жақсылап араластырып аламыз. Қопсытқыш какаоны жақсылап араластырып алған соң, шоколадты қоспамыздың үстіне ұнды саламыз. Аз-аздан салып, жайлап миксермен араластырамыз. Бұл торттың дәмі өте керемет болып шықты. Ауызда да ерейтіндей дәмді болды. Барлық адамның мақтауын алды. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Осылай араласқан қоспалардың үстіне ұнды аз-аздан салып, бір келкі болғанша әбден араластыра береміз миксермен. Толық ұнымыз біткенше таусылғанша осылай ұнды үстіне кезек-кезек салып араластырып отырасыздар. Ұн әбден араласып болған соң осындай қою консистенция пайда болады. Пергамент қағаздан 5 және 6 деген сандардың үлгісін жасап алдым. Дайын үлгінің үстіне пергамент қағазымызды қойып, осылай қамырымызды жағып шығамыз. Әртүрлі қалаған формаңызда жасаңыздар болады. Мен осылай 6 деген санды осылай толығымен жағып болдым. Одан соң ыдысымызға қоямыз, духовкаға салатын. Осылай қағазды тартып салсаңыз оңай болады. 5-6 минут духовкада пісіресіз. Келесі үлгім торт дайындап жатырмын қамырын. Әрі қарай торттың арасына жағатын крем дайындаймыз. Ол үшін салқындатылып тұрған мұздай сливкиді миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сливкиіміздің үстіне қант ұнтағын осылай ситадан өткізіп саламыз. Сонан соң жақсылап араластырып аламыз. Бұл торттың дәмі өте керемет болып шықты. Аса қиын емес. Ары қарай осылай әбден араластырып алған сливкиіміздің үстіне творожный сырды саламыз. Творожный сыр қатты мұздатылып тұрған болса, сливкиіміздің қоюлығы жақсы болады. Сливкиді осылай сырды салып болғаннан кейін жайлап осылай араластырамыз. Креміміздің бетіне әбден осындай сылықтар қалғанша шайқайсыздар. Одан ары қарай көп шайқаудың қажеті жоқ, себебі сливкиіміз ыдырап кетеді. Дайын болған кремді арнайы қалыпқа осылай құйып алып, суытылған корждардың үстіне жағып шығамыз. Осындай жағып шығасыздар. Дәмі өте керемет болды. Барлық корждарды осылай кремді жағып, үстіне қойып шығасыз. Креміңіз қойылмай ағып кетіп жататындай жағдайда болса, кремді араластырып болған соң, оны салқын жерде біраз ұстаңыз. Сол кезде оның қоюлығы артады. Және де творожный сырды көбірек салыңыз. Міне корждар осындай болып пісіп шығады. Үстіне кремді толықпен жағасыз. Біраз салқындатып сындырып қойып қоясыз. Осылай жағып болғаннан кейін торттың бетін әрлеуге кірісеміз. Аздаған сары май мен шоколадты су ваннасында ерітіп, бетіне құятын қоспа дайындаймыз. Шоколадты осылай бетіне құйып шығамыз. Одан әрі қарай кез келген қалаған жеміс жидектеріңізбен көркемдеп әсемдесеңіздер болады. Осылай шоколадтарымды құйып шықтым. Ары қарай әртүрлі жеміс жидек, қалауыңызбен банан, киви, апельсин, шоколадтар қойып әрлей берсеңіз болады. Ол өзіңіздің қалауыңызға, идеяңызға байланысты. Міне тортымды осылай әсемдеп шықтым. Сіздер жасап көріңіз, өте оңай. Өз қолдарыңызбен жасаған керемет дәмді торттармен жақындарыңызды қуанта беріңіздер.
ары қарай торттың бетін әрлеу өз фантазияларыңызға байланысты. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.